Әскери жетекші мырза, топ ДВ-29 алғашқы әскери дайындық сабағына дайын. Топта 16 бала, бәрі түгел, баяндап тұрған топ командирі Рахметжан Ақбота. Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сау болыңыздар, дейміз, лейтенант мырза. Еркін тұр, орындарымызға отырамыз. Құрметті студенттер, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыпты қайталау мақсатында сіздерден тест алмақшымын. Сол тестке немқұрайлы қарамай дұрыстап жауап берулеріңізді сұралады. Қазір сіздерге группаға ссылка жіберемін. Сол ссылка бойынша тест орындайсыздар. Сіздерге 7-8 минут уақыт беріледі. Шықты ма? Кіріп, орындауларыңызға рұқсат. Var sіздерге? Электронды почталарыңызды ашып. Geldi mi? Kım kaçta okuyucular dedi? 9? 15 ұпай? Ondan төмен алған бала бар ма? 10 ұпайдан төмен алған бала. Жоқ па? Жақсы. Екінші сұрақ, қай жылы халық биологиялық қару туралы білді? 1949 жылы. Жақсы. Үшінші сұрақ, қай жылы Япония елінде арнайы лабораториялар жасалды? 35-36. Өте жақсы. Төртінші сұрақ. Контагиозды емес деп аталатын аурулар қандай адамдарға жұқпайды? Сау адамдарға. Жақсы. Әрі қарай. Биологиялық қарудан туған ауру ағзаға енгеннен кейін қандай медициналық шаралар қолданылады? Вакцина. Әрі қарай. Алтыншы. Қай жылы Біріккен ұлттар ұйымы биологиялық қаруға тыйым салу туралы конвенция қабылдады? 1972.
Жақсы, ары қарай. Биологиялық қарудың зақымдаушы әрекеті бірден көрінбейді. Инкубациялық кезең неше күнге созылады? 2-5 күнге. Жақсы. Ары қарай. Залалдану нәтижесінде туған контагиозды ауруларды атап. Жақсы. Ары қарай. Бірінші дүниежүзілік соғыста Германия қандай биологиялық қаруды қолданды? Маңқа сап деген биологиялық қаруды қолданған болады. Ары қарай. Биологиялық қарудың әр түрлілігі атаңды. Бактерия, вирус, генетика, саңырауқұлақ, токсин. Жақсы. Ары қарай. Биологиялық қаруды қолданып ұрыс әрекетін жүргізетін соғыс қалай аталады? Сұрақтың өзінде түрі, жауабы. Ары қарай. 1940 жылдан 1944 жылға дейін Жапон армиясы биологиялық қарудың неше түрін қолданды? 11 түрін қолданды. Өте жақсы. Ары қарай. Қай жылы ақш биологиялық қаруды әскери мақсатта қолдану жұмыстарына кірісті? 1941 жылы. Ары қарай. Залалдану нәтижесінде туған аурулар қалай аталады? Жақсы. Ары қарай. Соңғы сұрақ. Адамдарды, жан-жануарларды ауыр дертке шалдықтыру арқылы қатардан шығаруға негізделген қару? Биологиялық қару. Яғни, біз өткен тақырыбымызды қорытындылап, бүгін еске түсірген болатынбыз осы тест арқылы. Бүгін бізде жаңа сабақ. Жаңа сабағымыздың тақырыбы тыныс алу мүшелерін қорғау құралдары деп аталады. Қазір мен сіздерге қысқаша қатысу балалары 11 иек жақ балалары астыңғы жағында, мінекей осы жерде иек балалары, 12-шісі тоғалары, 13-шісі бізде сөмкесі. Жалпы газ томылдырып осындай құрылыста осындай элементтерден тұрады. Ұрыстық жағдайларда алып жүреді. Газ томылдырықты жорықтық жағдайға келтіру үшін газ томылдырық салынған сөмкені оның жапқышы өзінен кері қарайтындай, сол жақ бөкседе болатындай етіп оң иыққа асу қажет. Сөмкенің жоғарғысы бел шамасында тұратындай етіп, оның бауын жылжымалы тоғасымен баптау қажет. Яғни газ томылдырықтың бауын алып белімізге байлайтын боламыз. Жүру кезінде қолға кедергі келтірмеу үшін газ томылдырықты артқа жылжыту қажет. Керек болса белдік таспа арқылы газ томылдырықты белге тартып алуға болады. Яғни бізде А суретінде көрсеткен жорықтық жағдайда А суретінде. Екіншісі дайындық жағдайында, яғни газ томылдырығымыз алдымызда қарап тұрады. Үшіншісі ұрыстық жағдайында. Бұл бізде баста киіп тұрған кез, ұрыстық жағдайда аталады. Үшке бөлінеді екен. Келесі. Газ томылдырықты кию ережелері. Газ томылдырық дайындық жағдайға әуе дабылы немесе газ томылдырықтарды дайындаңдар пәрмені бойынша келтіріледі. Бұл жағдайда газ томылдырық сөмкесінің жабуын тоғасынан босату керек. Яғни екі түймесінен ағытамыз. Оны белбеу бауымен байлап тастау керек. Яғни белімізге байлаймыз. Ұрыстық жағдайда газ томылдырықтың бет бөлігі адамның беті мен басына киіледі. Радиациялық қауіп, химиялық қауіп дабылдары немесе газдар пәрмені бойынша, сондай ауа улағыш заттар мен зақымданғанның алғашқы белгілері байқағанда газ томылдырықты ұрыстық жағдайда бұйрықсыз кие беретін боламыз. Яғни рұқсат етілген. Газ томылдырықты ұрыстық жағдайға келтіру үшін деміңді ұстап, яғни дем аламыз. Деміңді ұстап, көзді жұмып, бас киімді шешіп, тізеге қысамыз. Сөмкеден газ томылдырықты шығарып алып, бас бармақ сыртта, қалған саусақтар іште қалатындай етіп, дулыға бетперденің төменгі бөлігіндегі тығыздалған шектерден екі қолмен ұстаймыз.
дулыға бетперденің төменгі бөлігін иекке келтіріп, иекке ілдіріп, қатпарланып қалмайтындай және көзәйнегі көзге тура келетіндей етіп, шапшаң әрекетпен қолды жоғары кейін артқа қарай тарту керек. Толық дем шығарып, көзді ашып, қалыпты тыныс алуға болады. Әрі қарай мақта дәкелі таңғыш жасау. Бізде газ тұмылдырықтан басқа мақта дәкелі таңғыш бізде улы ауадан қорғайтын болады. Осыны бүгінгі сабақта жасап үйренетін боламыз. Әрқайсымыз мақта дәкелі таңғыш жасау үшін бізге 1 метрлік дәке керек. 1 метрді 3-ке бөлеміз, яғни 35 сантиметр, 30 сантиметр, сосын тағы да 35 сантиметр қылдырып. Ортасын 20 сантиметр қылдырып аламыз да тігеміз. Сосын дайын мақта дәкелі таңғыш жасап шығарамыз. Міне суретте көріп тұрғандарыңыздай мақта дәкелі таңғыш басымызға осылайынан киілетін болады. Қазір осыны тәжірибе жүзінде көретін боламыз. Газ тұмылдырықты зақымданып отырған адамға қалай кигіземіз? Яғни ауырып отырған адамға газ тұмылдырықты қалай кигіземіз? Бірінші, орындық болмаса жерге отырғызамыз. Отырғызып, газ тұмылдырықты алып, алдымызға отырғызамыз. Сосын газ тұмылдырықты аламыз да, кию ережесіне сәйкес газ тұмылдырықты басқа кигізетін боламыз. Екіншісі, жатқан адамға қалай кигізуге болады? Жерге жатқызамыз, болмаса төсек, орындық деген сияқты жерлерге жатқызып, газ тұмылдырықты кию ережесіне сәйкес кигізетін боламыз. Қазір сіздерге қысқаша бейнеролик көрсететін боламын. Бейнероликте мұқият қарап отырамыз. Зақымданған адамға қалай кигізу керек? Газ тұмылдырықты қараңыздар. Алдымызға жатқызамыз. Газ тұмылдырықты сөмкеден алып шығамыз. Бас киімін шешеміз. Алдыға иегін көтеріп, газ тұмылдырықты кигізетін боламыз. Бас киімін кигіземіз да, артқа қарай алып кетеміз. Міне қысқаша видеороликте көргендеріңіздей зақымданған адамға газ тұмылдырықты қалай кигізу ережесін көрсеткен. Енді өзіміз қалай киеміз? По команде газа надо закрыть глаза и задержать дыхание. Левой рукой достать из сумки противогаз, придерживая сумку правой рукой. Выдернуть клапан из фильтра. При надевании противогаза большие пальцы рук должны быть снаружи шлем-маски, а остальные пальцы внутри. Приложить нижнюю часть шлем-маски к подбородку. Резко надеть противогаз на голову по направлению снизу вверх. Выдохнуть. Проверить, чтобы образовались складки, а очки оказались на уровне глаз. Перевести сумку на бок. Көрдіңіздер ғой? Қазір осыны біз шағын жарыс ұйымдастырып, дұрыс кию ережесін өткесімен газ тұмылдырықты оң жақ иекке асамыз, иекке асамыз, оң жақ иекке асамыз. Газдар деген команда бойынша, болмаса баста командасы бойынша, бұйрығы бойынша біз киюді жалғастыратын боламыз. Яғни, міне, газ тұмылдырық артқы жақта тұр. Газдар деген команда берілді. Не істейміз? Ауаны жұтамыз бірінші. Көзі жұмамыз, газ тұмылдырықты алға қарай алып шығамыз. Екі түймеден босатамыз. Газ тұмылдырықты алып шығамыз. Алып шығамыз да. Міне. Болды. Шешкен кезде бас бармақпен шешіп алатын боламыз. Түсінікті ғой, ә? Киген кезде
4 саусағымыз ішінде қалатындай, газ тұмылдырықтың 4 саусағымыз ішінде қалатындай етіп ұстаймыз. Міне. Иекті саламыз, киеміз, демаламыз, шамызға ху деп өздеріңіздің кигендеріңізді белгі беретін боласыздар. Түсінікті ғой, иә? Қайтадан шешіп алған кезде бас бармақпен, бір қолмен бас бармақпен шешеміз. Түсінікті ғой, иә? Орнына қайтадан бүктеп салып қоямыз. Қазір шағын жарыс. Менің командир взводым ортаға шығады. Маған көмекші ретінде. Командир взводым қайда? Ортаға шығады. Қолына секундомерді алады. Қолына секундомерді алады. Сосын 3 баладан шығамыз. 3 баладан бір-бірімізбен жарысатын боламыз. Біз секундомермен бір парақ қағазға сіздердің қанша секундта кетіндеріңізді жазып отырады. Ескерту, норматив өте жақсы. 7 секунд. Жақсы 8 секунд. Және де қанағаттандырылып, ол бізде 10 секунд болады. Қазір 3 баладан шығамыз. Кім шыққысы келеді? Бірінші болып. Дайынбыз ба? Баста. Бас киімді киеміз. Бас киімді сыртынан киіп аламыз. Жақсы. Жақсы. Қазір тексеріп шығамыз. Жақсы. Шешіңдер. Қанша секунд болды? Unutmazlar. Şiş özede. Arka жаққа сөмкемізді қоямыз. Дайынбыз ба? Баста. Жақсы, шешілді. Қайымыз ба? Баста. Болдық па? Дайынбыз ба? Дайынбыз ба? Баста! Жақсы. Қазір екінші тапсырмаға көшеміз. Яғни мақта дәкелі таңғыш жасайтын боламыз. Бізді тыныс алу құралдарын қорғау
тыныс алу мүшелерін қорғау құралдарына мақта дәкелі таңғыш жатады. Мен сіздерге бір рет көрсетемін, қалай жасау керек екенін. Әрі қарай әрқайсымыз ортаға шығып, 3-3 баладан жасап үйренетін боламыз. Түсінікті ме? Мұқият қарап отырыңыздар. Жоқ, бұған уақыт керек емес. Дәкені аламыз, бинт ашамыз. Ашамыз толығымен. Бағана видеороликта болмаса презентацияда көрсетілгендей мақта дәкені қоямыз. Ішіне шағын мақта саламыз. Яғни 4 бұрышты болдырып желательно. Көрдіңіздер ғой? Орта жағына қоямыз. Бір рет бүктейміз, бір рет. Бүктейміз. Бүктейміз тағы да. Көрдік қой, ары қарай. Бүктеп болғаннан кейін сантиметр аламыз. Бағана көрсетілгенде 30 міне біріншісі 35, 35 қыдырып аламыз. Дәкені екі жағынан кесеміз. Инемен жіпті аламыз. Мақта тұрған жерді, осы бөліктің ортасы, мақта тұрған жерді екі жағынан тігіп қоямыз. Заңы бойынша мынандай бауларын тігу керек. Заңы бойынша мына жақ шетінен және де артқа ұшынан тігу керек. Бүкіл 4 жағында. Бізде уақыт шектеулі болғандықтан сіздерге осындай қарапайым түрін ұсынып отырмын. Қазір киіп көреміз. Ортаға біреу шықса, бір бала. Как раз Ақбота ортаға кел. Киіп көрсетемін. Пилоткам шеш. Дұрыс па? Мінекейміз. Көрдіңіздер ғой? Мақта дәкелі таңғыш. Дәл біздің суреттегідей. Міне дәл суреттегідей. Ұқсайды ма? Қазір осы мақта дәкелі таңғышты өз беттерімізбен тәжірибе жүзінде қалай жасауға болады? Бұны мақта. Бір уыс мақта аламыз.
дәл ортасын саламыз. Bir жағына 30, bir жағына 35 қылдырып өлшейміз. Дәл ортасына 4 ұшты қылдырып саламыз. 4 ұшты қылдырып саламыз. Болды, бірлет бөліс. Кан. Дұрыс, тік тұр. Жақсы, шешеміз. Отырамыз. Келесі бала, шаңыз. Келесі бала. Шық, шық. Kez kelген жерде бар, осы құралдар. Біздің колледжімізде, әрқайсымыз отыратын кабинеттерде алғашқы көмек көрсету медициналық қорапшасында бар, сондықтан сол жерден өрт сондай жағдай болған кезде газ деген сияқты улы зат ауаға қараған кезде өзіміз өз беттерімізше қолдан жасап осындай бетперде жасап алуымызға болады екен. Қиындық соқтырды ма? Қандай қиындық болды? Жақсы.
біздің сабағымыз өз мәресіне жетуге аз уақыт қалды. Сабағымызды қорытындылау үшін сіздерге сұрақтар қояйын. Бірінші сұрақ. Тыныс алу мүшелерін қорғау құралдарына нелер жатады? Жауап. Жауап. Газ тұмылдырықтар, противогаз, газ тұмылдырықтар, респираторлар, мата бетперделер, мақта дәкені таңғыштар біздің тыныс алу мүшелерін қорғау құралдарына жатады екен. Екінші сұрақ. Тыныс алу мүшелеріне арналған жеке қорғану құралдары не үшін қажет? Жақсы. Үшінші сұрақ. Газ тұмылдырық жұмысының қағидаты неге негізделген? Газ тұмылдырығының жұмыс қағидаты неге негізделген? Жаңағы сұрақ пен жауабы екеуі бірдей. Газ тұмылдырықтың жұмыс істеу қағидаты тыныс алу органдарын қоршаған ортадан оқшаулау және тыныс алатын ауаны зиянды қоспалардан тазартуға арналған екен. Төртінші сұрақ. Қазіргі таңда қандай газ тұмылдырықтар қолданыста бар? Балаларға арналған, жалпы әскери және де азаматтық болып үшке бөлінеді. Жақсы. Бүгінгі сабақта не білдіңіздер? Рефлексия. Аяқталмаған сөйлемдер. Мен бүгін сабақта дәкенмен мақтан көмегімен бетперде жасау үйрендім. Противогазды қалай киіп шешудегі ережелерін үйрендім. Жақсы. Тағы кім айтады? Маған тиынға соқты. Не тиынға соқты? Кім айтады? Маған тиынға соқты. Противогазға кию. Кию ма? Жақсы. Үшінші. Менің қолымнан не келді, не келмеді? Противогазды уақытында өзінің берілген уақытында кию. Барлығыңыздың қолдарыңыздан келді, газ тұмылдырықты кию де, мақта дәкел таңғыш жасау да. Жақсы. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Өте көп болды. Жақсы. Осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге белсене қатысқандарыңыз үшін бүгінгі күнге жақсы баға қойып беремін. Рахмет.